Assalamu alaikum. Mana қазір күздің уақытысы. Октябрьдің 26-сы. Жауын жауып, күн шығып, күн қатты суытпай, бізде көк шықты. Екінші көктем десек те болады. Көктің көлемі мынандай болып қалды. Керемет. Қойларымыз көк қолап біраз жүрді, бір аптадай. Қазір уже бір жерде жайылып жатыр. Тоқтап, әдемі. Мінекей. Құрттауымызда, қойдың құрттауы да тоқтады. Практически бір қойым байқап қалдым. Соны қазір емдеймін. Мына шөптен шық болып тұр. Шық қайтқаннан кейін мал шығарамыз. Яғни где-то бір сағат, жарты сағат разница кейін шығарамыз. Себебі ішінде декабрьдің басында туатын қойларым бар. Мұздай су олардың ішіндегі балдарына, қозыларға зиян болуы мүмкін. Түсік жасау мүмкін. Түсік жасамау үшін шық қайтады, немесе қырау болады. Қырау қайтқаннан кейін шығарамыз. Оға дейін болмайды. Қойларым күтіп тұр, қашан шығарасын мен деп. Бізді шығарсай деп. Шығайық та, малға жайылайық та, көп пімбек шөп күтіп тұр ғой деп. Сол. Мінекей. Қойлардың жағдайлары дұрысталып жатыр. Аллаға шүкір. Қазақ айтады екен, жер тықыр болса қой семіз болады деп. Биыл шөп өте жақсы болды. Сондықтан біраз қойларым білмеймін, не үшін екен, не себептен көтерілмеді. Беретін дәрілерін беріп, бәріне ағып отырдық. Бірақ біраз қойларым көтерілмей қалды. Көтерілмегенде, бірақ қазір жинап жатыр өзі, Аллаға шүкір. Қазір уже бұрын жаздың күні обедте жайылмайды ғой. Ар кетсе сағат 9:30-10-ға дейін жайылады. Болды сағат 4:30-ға дейін қимылдамай жатады жаздың күні. Жаздың күні жатып алады. Қазір болса, азанда қазір қалай шығарасын? Кешке дейін жайлады. Кешке жайлап өздері келіп тоқтайды. Қораған қасына келіп. Сондай. В основном жақсы. 80% қойлардың бәрі жақсы. 20% бар. Ал әлі выбраковка жасаған жоқ, біз қазір жасаймыз енді. Себебі кәрі қойларым бар, оларды да құртамыз. Выбраковка жасап, құда қаласа. Осындай. Қойларым шығар деп тұр. Кеше әдейі тар қораға қамағам. Тар қораға қамап, азанда кешке қарай кеш кіреді. Қайтады үйге. Обедте кірмейді. Бөлек қамағын келмеді. Сол үшін кешке тар қораға қамадым да, азанда ұстап, жаңағы ревизия жасап дегендей, емдейтіндерді емдеп, соңғысын. Себебі уже күн суық, бұдан былай құрттамайды деп ойлаймын. Құда қаласа. Осылай. Алла шүкір Алла. Мен осындай күнде. Қандай керемет тұр. Жасыл. Мойнағымда күтіп жатыр. Қашан шығамыз, қашан кетеміз деп. Медовый месяц өтті дегендей жақсы. Құда қаласа енді қошқарларды бөлеміз жақында. Әлі жалғасып отыр ғой. Әлде қалып кеткендер бар, күйлер сәл. Енді неғып отқан. Күйлер нашар болғандар енді күй жинап, күйіктер енді кеп отыр. Шүкір Алла. Осындай.
Дайынсың ба Мойнақ? Қазір емдеп болайын, одан кейін шығамыз. Жарай ма? Құрметті көрермен, қазақтың шаруасын қолдап, қазақ фермерін қолдап, көргеннен кейін подписация етіп, көріңіздер, подписация етіп, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Ұнаған жерін ұнады деп, ұнамаған ұнамады деп. Оған мен ешқандай сіздерге өпкелемеймін. Жаман жазды деп критиканы дұрыс қабылдау керек. Алтын уақыттарыңызды бөліп, көріп, лайк, подписка жасап кетсеңіздер жақсы болады. Мен разы болам. Аллах разы болсын сіздерге. Және бұл маған жаңа шабыт береді. Жаңа видеолар түсіруге қызықты. Ертең көктемде туым басталады. Күзгі туымды түсіруге көрсетем. Қозыларымызды, түскен қозыларымызды Құда қаласа. Міне ақтөсте кеп қалды. Ақтөстің түрі өзгеріп кетті. Ақтөс әдемі еді. Түрі прям злодей болып қалды. Кел, Ақтөс, қараш түрлерін. Көздеріне қабағы өсіп па, біреулеп түсінбей қалдым. Түріне қарағаннан қорқынышты болып кетті же. Ақтөс. Ой. Прям жейтіндей болып тұр. Осылай. Сау болыңыздар, аман болыңыздар, бай болыңыздар. Құда қаласа келесі видеода кездескенше бәріңізге амандық тілеймін.